Кешкі ас ішкен соң біраздан кейін кеуде тұсында жағымсыз жану сезімі пайда болады. Бір қасық сода ішесіз, 20 минуттан соң жеңілдеп қалғандай боласыз. Бірақ көп ұзамай асқазаныңызда өрт қайта пайда болады. Осылайша жылдар өтеді. Бұл жағдай үйреншікті әдетке айналады. Шын мәнінде бұл қалыпты жағдай емес. Бұл ағзаңыздың жылдар бойы беріп жатқан дабыл сигналы. Ал оны содамен басу лапылдап жатқан өртті кішкене бөтелкемен өшіруге тырысқанмен бірдей. Сіз салдармен ғана күресесіз, ал себебі іште өршіп жатыр. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге асқазандағы қыжыл туралы шындықты айтып беремін. Бүгінгі видеодан асқазандағы қыжыл неден пайда болады, неге қауіпті, және осы қыжылдан біржолата құтылуға болатын әдістер туралы айтамын. Асқазанды бұлшық еттен жасалған қап деп елестетіңіз. Оның ішінде өте концентрлі күйдіргіш тұз қышқылы бар. Бірақ асқазан өз қышқылынан зардап шекпейді. Себебі оның қабырғалары арнайы қорғаныс шыршымен қапталған. Бұл химиялы заттармен жұмыс істегенде киетін қалың резеңке қолғап сияқты. Бәрі қорғалған, бәрі қауіпсіз. Асқазан мен өңештің түйіскен жерінде арнайы клапан орналасқан. Медицинада оны төменгі өңеш сфинктер деп атаймыз. Бұл бұлшық еттен тұратын мығыз сақина, яғни есік болып саналады. Сіз тамақты жұтқанда есік ашылады. Ас ішке өтеді де есік тарс жабылады. Қарапайым әрі логикалық жүйе. Бірақ өмеш асқазан емес. Оның резеңке қолғабы, яғни қорғаныш қабаты жоқ. Өмештің қабырғалары нәзік әрі қорғансыз. Егер клапан босап қалып жақсы жабылмай қалса, немесе ашыла берсе, асқазан шырыны өмешке шашырайды. Бұл қышқыл нәзік тіндерді күйдіре бастайды. Міне, сіз сезетін қыжыл дегеніміз осы. Көп жағдайда бұл қышқылдың көптігінен емес, оның дұрыс емес жерде болуынан туындайды. Жас кезіңізде майлы тамақ жеп, бірден диванға жатсаңыз, ештеңе сезбейтінсіз. Ал қазір кешкісін ішілген бір стақан томат шырыны түн бойғы азапқа айналуы мүмкін. Уақыт өте келе ағзамызда бірнеше маңызды факторлар тізбектеліп жиналады. Бірінші, клапанның әлсіреуі, тонустың төмендеу. Жас ұлғайған сайын бұлшық еттер тонусын жоғалтады. Бұл тек қол мен аяққа ғана емес, ішкі мүшелерге де қатысты. Асқазандағы клапан тозады. Екінші, артық салмақ және кюбик эффектісі. Іш аймағындағы май асқазанға сырттан қысым түсіреді. Бұл толы паста тюбигін ортасынан қысқанмен бірдей. Швецияда адамдардың қатысуымен жүргізілген ірі зерттеуі бойынша, іш аймағындағы семіздік қыжыл қаупін 3 есе арттырады. Үшінші, сілекейдің азаюы. Сілекей сілтілі орта. Ол өңешке түскен қышқылды жуып шайып бейтараптандырады. Бұл біздің ішкі өрт сөндіру жүйеміз. Бірақ 50 жастан кейін сілекей бөлінуі айтарлықтай азаяды. Темекі шегетіндер мен антидепрессанттар, қысым дәрілерін ішетіндерде бұл қорғаныс мүлдем әлсіз болады. Төртінші, моториканың баяулауы. Асқазан мен өмеш жай ғана резервуар емес, олар тамақты толқын тәрізді жиырылу арқылы алға жылжытады. Жас ұлғая келе бұл толқындар бәсеңдейді. Тамақ асқазанда ұзақ тұрып қалады. Асқазан толып, ішіндегі қышқылдың жоғарыға тебуі оңайлай түседі. Бесінші, диафрагма жарығы. Диафрагма кеуде мен іш қуысын бөліп тұратын бұлшық етті перде. Кейде асқазанның жоғарғы бөлігі осы пердедегі тесік арқылы жоғары кеудеге қарай жылжып кетеді. 60 жастан асқандардың 40%-ында бұл жағдай кездеседі. Ол сырттай білінбеуі мүмкін, бірақ тұрақты қыжылдың басты себебі болады. Алтыншы, дәрі-дәрмектердің жанама әсері. 50 жастан кейін біз қысымға, буынға немесе жүрекке арналған дәрілерді жиі қабылдаймыз. Нитроглицерин, кальций арналарының блокаторлары, қабынуға қарсы дәрілер. Бұлардың көбі жанама әсер ретінде асқазан клапанын босаңсытып жібереді. Бір мүшені емдеп жатып, екіншісінің қорғанысын ашып тастаймыз. Бұл факторлардың біреуі ғана емес, көбіне 3-4-і бір мезгілде әсер етеді. Сондықтан 60 жастан кейін қыжылмен күресу тек сода ішу емес, өмір салтын кешенді түрде өзгертуді талап етеді. Бір рет артық жеп, майлы астан соң жантайғанда пайда болған қыжыл қауіпті емес. Ол өтеді де кетеді. Бірақ егер бұл жағдай аптасына 2-3 рет қайталанса, мәселе күрделенеді. Қышқыл айлар мен жылдар бойы өңешті жемдей бастайды. Үнемі өртеніп жүрген өмеште. Алдымен өмеш қабырғалары қызарып қабынады. Кейін майда жаралар пайда болады. Ағзамыз өзін қорғау үшін логикалық, бірақ өте қауіпті қадамға барады. Өмештің нәзік жасушаларын қышқылға төзімдірек басқа тін түрімен ауыстыра бастайды. Бұл медицинада Баррет өмеші деп аталады. Баррет өмеші бұл рак алдындағы жағдай болып саналады. Мен бұл ақпаратты сіздерді қорқыту үшін айтып отырған жоқпын. Менің мақсатым
Жай ғана асқазаным қыжылдады деген сөзді дер кезінде қолыңызға алсаңыз, өмештің қалпына келуге мүмкіндігі бар екендігін түсіндіру. Қыжыл әрдайым кеудедегі жану сезіммен ғана байқалмайды. Кейде қышқыл тамаққа, көмейге дейін көтеріледі. Мұндайда адамда қыжылға емес, тұрақты құрғақ жөтел, тамақтағы пүйін немесе жыбырлау сезімі, дауыстың себепсіз қырылдауы сияқты белгілер болады. Көптеген адамдар лор дәрігеріне барады. Тамағы қызарған соң түрлі шайғыштар мен дәрілер қабылдайды. Бірақ нәтиже болмайды. Өйткені мәселе тамақта емес, төменде жатыр. Ыстық қышқыл біртіндеп жоғары ағып, дауыс желбезектерін тітіркендіреді. Егер сізде созылмалы жөтел болса және лор маманы ешқандай патология таппаса, мәселе асқазан мен өмеште болуы әбден мүмкін. Маңызды ескерту: кеудедегі жану сезімі әрдайым асқазаннан болмайды. Кейде ол стенокардияның немесе жүрек талмасының белгісі. Жүрек ауруы да кеуде тұсындағы қысым мен күйдіру ретінде сезілуі мүмкін. Жүрек ауруы кезінде көбіне физикалық жүктемеден, жүгіру, баспалдақпен көтерілу немесе қатты стресстен кейін пайда болады. Ауру сезімі сол жақ иыққа, қолға немесе жаққа таралуы мүмкін. Көбіне ентігу мен суық тер шығу қатар жүреді. Асқазандағы қыжыл кезінде көбінесе тамақ ішкеннен кейін, жатқанда немесе еңкейгенде пайда болады. Менің кеңесім: егер мұндай жану сезімі бірінші рет пайда болса және ол ентігумен, терлеумен немесе қолдың ауырсынуымен бірге келсе, өздігінен диагноз қоймаңыз. Жедел жәрдем шақырыңыз. Жай ғана қыжыл екен деп қателескеннен жүрек талмасын жіберіп алған әлдеқай қауіпті. Егер сізде жиі асқазандағы қыжыл болса, мына 7 әдетті қайта қарап шығыңыз. Бұлар біз күнделікті байқамай жасайтын қателіктер. Бірінші, тамақтан кейін бірден шай ішу. Толы асқазанға тағы 1-2 кесе ыстық сұйықтық құю ішкі қысымды арттырады. Оның үстіне ыстық сұйықтық клапанды еріксіз босаңсытып жібереді. Шай ішпеңіз демеймін, бірақ тамақтан соң 30 минут күте тұрыңыз. Екінші, тамақтан соң бірден жату. Сіз жатқанда асқазан мен өмеш бір деңгейде болады. Қышқылға жоғары көтерілудің қажеті жоқ. Ол горизонтальды бағытта өмешке еркін аға береді. Тамақтан соң кемінде 60 минут жатпаңыз. Жай ғана отырыңыз. Үшінші, кешкі ас ұйқыдан 3 сағат бұрын ішу. Ұйқы кезінде сілекей бөлінуі мен жұтыну жиілігі азаяды. Демек, табиғи қорғаныс ұйықтайды. Егер асқазан толы күйде жатсаңыз, қышқыл сағаттар бойы өмешті күйдіріп жатады. Төртінші, тар киім мен бекем белбеу. Қатты қысылған белбеу немесе тар шалбар іш қуысына қысым түсіреді. Бұл артық салмақ сияқты әсер етіп, асқазанның ішіндегіні жоғары қарай итереді. Тамақ ішкенде беліңіздің еркін болғаны маңызды. Бесінші, тамақтан соң еңкею. Тамақ жеп болып, еден жууға немесе аяқ киімнің бауын байлауға еңкейсеңіз, асқазандағы қышқылды сыртқа қарай сығып шығарасыз. Бірдеңе көтеру керек болса, еңкеймеңіз. Тізеңізді бүгіп отырыңыз. Алтыншы, жалбыз, орысша мята шайын ішу. Жалбыз бұлшықеттерді өте жақсы босаңсытады. Соның ішінде клапанды да. Егер қыжылға бейім болсаңыз, жалбызды түймедақпен, ромашкамен ауыстырыңыз. Түймедақ керісінше өмештің шырышты қабатын тыныштандырады. Жетінші, темекі шегу. Никотин өмештің жауы. Ол бір мезгілде 3 қорғанысты бұзады. Клапанды босаңсытады, сілекейді азайтады және асқазанның босауын баяулатады. Әрбір темекіден соң өменеш қышқылдың алдында қорғансыз қалады. Көптеген адамдар қыжылмен жылдар бойы дұрыс емес әдістермен күресіп келеді. Қазір асқазандағы қыжыл туралы ең танымал 4 мифті талдап көрейік. Бірінші миф: қыжыл қышқылдың көптігінен пайда болады. Көп жағдайда қышқыл мөлшері қалыпты, ол тек дұрыс емес жерде жүр. Екінші миф: сода ең зиянсыз әрі жылдам көмек. Сода қышқылмен реакцияға түсіп, жеңілдік сыйлағанмен, соңында қышқыл рикошетін тудырады. Реакция кезінде көп мөлшерде көмір қышқыл газы бөлініп, асқазанды ісіндіреді. Ішкі қысым артқан соң 30 минуттан кейін қыжыл одан да қатты күшпен оралады. Бұған қоса содадағы натрий ағзада суды бөгейді. Бұл қан қысымы бар жандар үшін өте қауіпті. Үшінші миф: сүт ішсең қыжыл басылады. Сүт сілтілі өнім болғандықтан алғашқы минуттарда қышқылды басады. Бірақ сүттің құрамындағы ақуыз бен май асқазанды жаңа қышқыл порциясын бөлуге мәжбүрлейді. 20 минуттан соң өрт қайта тұтанады. Сүт дәрі емес, ол тек уақытша ғана. Төртінші миф: омепразолды ішіп жүрсем, бәрі жақсы болады. Бұл дәрі қышқылдың бөлінуін тежейді және шынымен жеңілдік береді. Бірақ олар клапанды емдемейді.
немесе сіздің зиянды әдеттеріңізді өзгертпейді. Қыжылдан құтылу үшін қымбат дәрі емес, дұрыс әдеттер көмектеседі. Мына қарапайым қадамдарды бүгіннен бастап қолдануыңызға кеңес беремін. Бірінші қадам. Төсегіңіздің бас жағын көтеріңіз. Бұл түнгі қыжылмен күресудің ең тиімді жолы. Тек биік жастық қою жеткіліксіз. Ол мойынды иіп тастайды. Төсектің бас жағындағы аяқтарының астына 10 см болатын қойыңыз немесе арнайы сына тәрізді жастық қолданыңыз. Осылайша ауырлық күші қышқылды төменде ұстайды. Екінші қадам. Жеңіл кешкі ас және ұйқыдан 3 сағат бұрын кешкі асты ішу. Кешкі ас тек ағзаны қуаттандыру болуы тиіс. Буға піскен балық, тауық еті, көкөністер немесе жеңіл омлет ең жақсы таңдау. Үшінші қадам. Тамақта асықпай ұзақ шайнаңыз. Шайнау кезінде бөлінетін сілекей өңештің табиғи қорғанысы. Тиянақты шайналған ас асқазанға жартылай өңделген күйде түседі де аз қышқылды талап етеді. Әр тістемді 20 рет шайнауды әдетке айналдырыңыз. Төртінші қадам. Өз триггерлеріңізді анықтаңыз. Әр адамның ағзасы әртүрлі. Біреуге кофе, біреуге қызанақ немесе пияз жақпауы мүмкін. Тамақ күнделігін жүргізіңіз. Нені, қашан жедіңіз және қыжыл қашан басталды? Осылайша сіз өзіңізге зиян өнімдерді нақты табасыз. Бесінші қадам. Салмақты біртіндеп азайту. Артық 5-7 кг салмақтан арылу. Асқазанға түсетін қысымды азайтады. Қатталған диетаның қажеті жоқ. Тек порцияны азайтып, күнделікті жаяу жүруді қосыңыз. Алтыншы қадам. Ыңғайлы киім киіңіз. Ішті қысатын тар белбеу мен шалбардан бас тартыңыз. Бұл ұсақ түйек көрінгенімен асқазанның еркін жұмыс істеуіне үлкен көмек. Жетінші қадам. Тамақтан соң 20 минут серуендеңіз. Жүгіру немесе ауыр жаттығу емес, жай ғана баяу жүру ас қорытуды жылдамдатады. Тік тұрып жүру ауырлық күшінің арқасында қышқылдың төменде қалуына көмектеседі. Қыжыл бұл жай ғана қолайсыздық емес, бұл сіздің ағзаңыздың көмек сұрап жатқан белгісі. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып каналға жазылыңыз. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз осы 8 қадамның қайсысын бүгін бастайсыз? Өзіңізді күтіңіз. Сау болыңыз.